Армысыз, есен сау бармысыз? Ар қалай сақталады? Ар сөзімен байланысты тұрақты сөз тіркестері бар. Ар ұят, ар ұждан, ар намыс. Бұлар балама сөздер болғанмен олардың арасында айырмашылықтар бар. Ар ұят дегеніміз басқалардың көзімен өзіне баға беру нәтижесінде ыңғайсыз сезіну. Ол сыртқы сот деп айтуға болады. Ар ұждан деген ол ішкі сот, ішкі ұят. Ар намыс ол өз қадір қасиетіңді, абыройыңды қорғау функциясы. Тағы бір айырмашылығын айтсақ, ұжданым тапталды деп айтылмайды, өйткені ұждан тереңде жатады, оған ешкім тікелей жете алмайды. Ал намысыма тиді, арым тапталды деп айтылады. Демек, ар мен намысқа сыртқы факторлар әсер ете алады деген сөз. Ол жақсы атыма нұқсан келтірді, абыройым айрандай төгілді деген мағынаны береді. Сонымен, осы ұят, ұждан және намыстың арқасында ар сақталады екен. Сонда ар деген осы сөздердің нәтижесінде пайда болатын жиынтық ұғым. Ардың ішкі категориясына ішкі ұят пен борыш, парыз сезімі жатады. Ал ардың сыртқы категориясына намысты қорғау, ұятты ойлау жатады. Яғни оның жақсы атын, абыройы, беделі жатады сыртқы категорияға. Ар дегеніміз ол өзіне және өзгеге деген құрмет. Ар дегеніміз адамгершілік, қадір қасиет. Ал енді армысыз деп неге амандасамыз? Армысыз деп амандасуының себебі бұл сөздің түбірінде ар деген, яғни қадір қасиет, рухани тазалық деген ұғым жатыр. Армысыз құрылымы бастапқы кезде ар аман ба, ар ұятыңыз, рухани қал жағдайыңыз деген мағынаны берген. Яғни бұл жай ғана қалыңыз қалай, әліңіз қалай деген мағына емес, бұл адамның ішкі рухани жағдайында қамтитын амандасу. Сонымен қазақ дүниетанымында арды, яғни рухани тазалықты, ұят, қадір қасиетті жоғары қойған. Сондықтан да армысыз деп амандасқан. Яғни ол ар ұятыңыз бүтін бе, жан дүниеңіз аман ба, қадір қасиетіңіз орнында ма деген сөз. Бұл амандасу ол тек қана формалдық емес, ол адамның ішкі күйіне құрмет көрсету.